Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен модуль жүйесіне видео сабақтарды бекіту бойынша сабақ өтеміз. Ең бірінші модуль жүйесіне кіреміз. Кіргеннен кейін өзімізге керекті пәнді таңдаймыз. Мысалы, мен таңдаймын. Енді пәнге кіргеннен кейін режим редактирования деген оң жақта орналасқан батырмаға басамыз. Режим редактирования деген міне көрсетіп отыр, оң жақта орналасқан батырмаға басамыз. Батырмаға бастық. Енді керекті күнді таңдаймыз. Қай күнге біз видео сабақ дайындап қойдық, сол күнді таңдаймыз. Мысалы, мен 30 күнгіге мен сабақты дайындап қойдым. Енді добавить элементы или ресурсы деп басамын. Видео сабақты бекіту үшін элементі курсының ішінен ресурсы гиперссылка деген таңдаймын. Ресурсы гиперссылка таңдадым. Енді добавить деп басамын. Енді названияға біздің видео сабақтың атын жазамыз. Мысалы, менде жүйелік блоктың ішкі құрылғылары. Мен сабақтың атын жаздым. Видео сабақтың атын. Енді сол видео орналасқан платформаның ссылкасын қоямын. Мысалы, менде YouTube желісінде, платформасында ол видео орналасқан. Міне видеоны ашамын өстіп, бұдан кейін ссылкасын копировать етіп аламын. Үстіңгі жағынан және де біздің порталға қоямын. Демек, модуль жүйесіне видеоны жүктемей-ақ ссылкасы арқылы бекітуге болады, гиперссылка арқылы. Міне бекіттік. Енді сохранить и вернуться к курсу деп басамыз. Болды, бізде видео сабақ жаңа ғана осы күнге бекітілді. Ең аяғында завершить редактирование дейміз. Енді қазір тексеріп көрейік. Ссылканы басқан кезде бізде бірден YouTube жүйесі ашылады және де біздің сабағымыз басталады. Міне осылай.